Ми біздің денеміздегі ең таңғажайып, әлі толық зерттеліп бітпеген орган болып табылады. Ол организмдегі барлық дерлік процестерді реттейді және адамға толыққанды өмір сүруге мүмкіндік береді. Сондықтан оны сау күйде ұстау өте маңызды. Оның ішінде дұрыс тамақтану өте маңызды, себебі біздің тұтынатын тағамдарымыз тікелей миға әсер ететіні жасырын емес. Миға пайдалы тағамдар қатарына жаңғақ, авокадо, жидектер, ащы шоколад сияқты тағамдар жатса, ал миға керісінше орасан зор зиянын тигізетін тағамдар да бар. Дәл соларға тоқтала кетсек. Ең бірінші мидың жұмысын нашарлататын тағамның бірі ол қант. Қантты шамадан тыс қолдану біздің миымыздағы нерв клеткаларымызға кері әсерін тигізеді. Сонымен қатар, қант адам миына есірткі қолданған сияқты күшті тәуелділікті арттырады. Қанттың адам ағзасына тигізетін зияны өте көп. Соның бірі ол семіздікті дамытады, ерте қартаю процесін тездетеді, жүрек қан тамыры ауруларына әкеліп соқтырады. Сонымен қатар иммунитетті төмендетеді. Дәл осы сияқты адам ағзасына қанттың зиянды тұстары өте көп. Келесі миға зиянды тағамның бірі ол тәтті газдалған сусындар. Бұл газ көпіршіктері бар сусындарда қант пен калория мөлшері шамадан тыс көп екені белгілі. Сондықтан олар әсіресе артық салмағы бар адамдарға зиянды. Сонымен қатар олардың құрамына кіретін кейбір ингредиенттер біздің миымызға да теріс әсер етуі мүмкін. Мысалы, қазіргі таңда сусындардың барлығына қанттың орнына алмастырылғыш ретінде қосылатын аспартам деген қоспа біздің миымызға өте зиянды қоспа болып табылады. Оның коды E951. Оны өндірушілер өнімнің өзіндік құнын төмендету үшін қолданады. Яғни аспартам ол қанттың орнына қосылатын бір түйіршігінде бір қасықтан 100 есе тәтті дәм беретін қантты алмастырғыш зат болып табылады. Зерттеулерге сәйкес бұл тәттілендіргіш аспартам бас ауруы мен ұйқысыздықты тудыруы мүмкін және күнделікті шамадан тыс тұтынылған кезде когнитивті құлдырауға және есте сақтау қабілетінің нашарлауына алып келеді. Келесі біздің миымызға зиянды болып табылатын тағамдар ол пряник, печенье, торттар, кекстер, вафли сынды тәтті тағамдар. Олардың құрамында трансмайлар, соя майы, көп мөлшерде қант немесе жоғары фруктозалы жүгері сиропы болуы мүмкін. Бұл ингредиенттердің барлығы ақыл-ой белсенділігін төмендетеді және есте сақтау қабілетін нашарлатады. Міне көріп отырғандарыңыздай, сіздердің есте сақтау қабілеттеріңізге, миларыңыздың жақсы жұмыс жасауына тікелей сіздердің тұтынып отырған тағамдарыңыз әсер етеді. Міне сондықтан жаңағы жоғарыда аталған барлық зиянды тағамдарды мүлдем рациондарыңыздан алып тастамасаңыздар да, барынша тұтыну мөлшерін азайту қажет. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоның астына лайк басып, видеомен достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.